Мына лайфхакты біліп алсаңыздар, ұйғыр мантысын жасау тіпті оңайға соғады ғой қыздар. Қамыры езілмейді, жыртылмайды, арасында суы ағып сочный болып піседі. Ең басты құпияларын тек сіздермен ғана бөлісемін. Алдымен жүрекшені қызартып беріңіздерші. Ыдысқа 2 жұмыртқа, 2 қасық май, тұз, су құйып, еленген ұнымызды салып қатты қамыр илейміз. Ең бастысы бізде қамыры июын қандырып, қайта-қайта 15 минут сайын илеп, бетін жауып, пакетке салып қойыңыздар. Салмасын дайындаймыз. Тартылған етімізге теңдей мөлшерде ұсақтап туралған пиязымызды қосамыз. Үстіне тұз, қара бұрыш және дәмдеуіштер сеуіп жақсылап араластырамыз. Мантының әдемі пісуі тек қамырға ғана емес, манты қазанға да байланысты. Бүгін ас жеме өте сапалы, әйгілі түрік бренді Коркумас маркалы манты қазанын алдым. Жоғары сапалы, тот баспайтын болаттан жасалған. Мұндай болат тамаққа ешқандай бөтен дәм бермейді және де ұзақ қызмет етеді. Қазанның түбі қалың капсулалы және арнайы таңбасы бар. Ең бастысы көп функционалды ыдыс ретінде де пайдалануға болады. Астына қормалы тамақтарыңызды дайындауға да болады. Өте сапалы ыдыс іздеп жүрсеңіздер, парақшасын белгілеп қалдырамын. Қазіргі таңда 40%-ға дейін жеңілдіктер болып жатыр. Еш жерде жоқ, өте арзан бағада алып үлгеріңіздер. Әбден тоңған қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп, дөңгелектеп ұн сеуіп, арнайы кескішпен 4 бұрыштеп бөлеміз. Әр бөлікті 15 пен 20 грамның арасында бөлеміз. Одан үлкен бөлу жібермеңіздер, қамырларыңыз қалың болып шығады. Бөлінген бөліктерімізді пакетке салып, бетін жауып отырыңыздар, қаясып қалмайды. Әр бөлікті оқтаумен барынша жұқа етіп жаямыз да, ортасына мол етіп салмасын салып, дәл мен көрсеткен сияқты 2 шетін бүктеп, әдемілеп өрме әдісімен түйеміз. Қыздар тек 2 саусағымызды қолданамыз, одан артық саусағымызды қолданудың еш қажеті жоқ. 1-2 рет түйіп көрсеңіздер, демде үйреніп аласыздар, оңай түйіледі. Дәл осылай барлығын түйіп алып, мантабаркамызды майлап орналастырып шығамыз. Қайнап тұрған суымызға қойып, 45 минутта ұйғыр мантыларымызды пісіріп аламыз. Ең басты лайфхак, манты пісуіне 10 минут қалғанда үстіне тағы мұздай су құйып жіберіңіз. Бұл қамырдың кеуіп кетпеуін және жылтырап тұруын қамтамасыз етеді. Рецепт ұнаса лайк басып, жоғалтып алмас үшін сақтап алыңыздар. Парақшамда оңай әрі ерекше рецепттер өте көп, тіркеліп алыңыздар. Ас болсын.